Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып менің күн тәртібім. Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя наша тема – мой режим дня. Подпишись на канал. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Күн тәртібі – режим дня или расписание дня. Таңғы ас – завтрак, түскі ас – обед, кешкі ас – ужин. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Бұл тәуелдік жалғауы. Обратите внимание на окончание. Менің күн тәртібім. Сенің күн тәртібің. Сіздің күн тәртібіңіз, оның күн тәртібі. Менің күн тәртібім. Мой режим дня. Послушай и повтори. Прочитай за мной. Тура 7-де ұйқыдан тұрамын. 7:30-да таңғы ас ішемін. 8-де мектепке барамын. 12-де түскі ас ішемін. 2-де кітапханаға барамын. 3-де шахмат ойнаймын. 4-де үйге барамын. 5-де сабақ оқимын. 7-де кешкі ас ішемін. 8-де анама көмектесемін. 9-да теледидар көремін. 10-да ұйықтаймын. Бірінші тапсырма. Оқы, сөздерден сөйлем құрап жаз. Прочитай и составь предложение. Екінші тапсырма. Оқы, сенің күн тәртібің осыған ұқсай ма? Прочитай. Мынау менің күн тәртібім. Это мой режим дня. Мен 7-де тұрамын, жуынамын, жаттығу жасаймын. Я встаю в 7 утра, умываюсь и делаю зарядку. 7:30-да таңғы ас ішемін. 7:30 я завтракаю. 8-де мектепке барамын. 8 часов иду в школу. 1-де түскі ас ішемін. 2-де кітапханаға барамын. В 1 я обедаю и в 2 часа иду в библиотеку. 3-тен кейін шахматқа барамын. После 3 иду в шахмат. 7-де кешкі ас ішемін. В 7 часов ужинаю. Кешке сабақ оқимын. Вечером учу уроки. Үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Төртінші тапсырма. Екінші тапсырмаға қарап өз күн тәртібіңді жаз. Получается, посмотрите на второе задание, напишите точно такое же, но свой режим дня. Келесі тапсырма. Суреттерге қара, досыңмен күн тәртібін сұра досыңнан. Значит, посмотрите на картинки и ответьте на вопросы. Кел жаттайық, выучи. Құлындай ойнайды, жүздері жайнайды. Жігері бойында тасқындап қайнайды. Есте сақта, запомни. Мен таңертең мектепке барамын. Түсте ас ішемін. Кешке қарай сабақ оқимын. 8-де кешкі ас ішемін. На этом мы закончили урок. Спасибо за внимание. Подпишитесь и поставьте лайк. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.